Кыргыздың мына президенті, әкесі Қытайдан келген, Іледен келген. Кезінде Албан көтерілісі кезінде Ілеге қашып барып, Іленің албандарын паналап аман қалған қырғыздардың біреусі. Албан көтерілісі кезінде қырғыздар да көтерілді ғой. Сонымен албандармен бірге Қытайға қашты бұл қырғыздар. Енді бұның әкесі Қытайдың қырғызы болғанмен, бұл өз орысшыл неме болды. Бұл мәскеушіл неме болды. Қырғызстандағы демократия міне былайша айтқанда шейіт болды, марқұм болды. Қырғызстан ендігәрі Орталық Азияның демократия аралы емес. Қырғызстанда мәскеушіл, путиншіл президент тұрған кезде Қырғызстанда демократия ендігәрі болмайды. Енді бар болғаны қырғыз халқы тағы бір мәрте көтеріліп, мынау мәскеушіл Путиннің күшігін құлатып, орнына шын мәніндегі батысшыл, демократияшыл бір президентті қоймаса, қырғыздардың жағдайы қиындау қазір. Біздің қырғыздардан үміт күтіп отырған қазақтардың үміті де селге кетті. Қазақ үнемі бір нәрсені күтеді ғой. Қазақ өзі істемейді, өзі жүгірмейді, өзі қарекеттенбейді, біреу кеп бірдеңені жасап береді деп үміттеніп отырады. Қазақтар ойлады алдымен қырғыздар демократияға бар, қырғыздар демократияның дәмін татып көрсін, тәтті болса бізге де береді ғой деп үміттеніп отырды қазақтар. Енді қазақтың ол үміті селге кетті.